саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі психология сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып мен және менің мотивациям. Мотивация жоспар. Жоспар бойынша бірінші мотивация және өзіндік мотивация. Екінші мотивтер және қажеттіліктер. Мотив түрлері, мотивацияны зерттеу әдістері. Мотивация ағылшын тілінен аударғанда мотивацион, қолдану ыңғайына қарай қазақша ниет, түрткі, кірісу, жігерлену, ынталану сөздерінің мағынасына жақын келетін негізгі заман мәдениеті мен гуманитарлық ғылымдардың кең қолданылатын ұғым. Бұл ұғымды алғаш рет неміс істің иррационалды политуризм философы Шопенгауэр өзінің философиялық шығармасына жеткілікті төрт негіздің бірі ретінде қарастырған. Moveo латын сөз болып қозғалу, әрекет ету мағынасын берді. Демек, мотивацион сөз мағынада қозғалту, әрекетке келтіру мағынасына береді. Бірақ қазіргі заман мәдениетіне ол тек мағынасына емес, көбіне көп ауыспалы жетілдірілген, түрлендірілген мағынада қолданылады. Мотивация психология ғылымы бойынша адамға әрекет ету жоспарын құрғызған іс, бастатқызған, мақсатқа бағытталған талпыныс, жігерін күшейткен істі табанды жалғастырып, мақсатқа жетуге құлшандырылған ішкі ынталықты ықпалдылығы, ол мақсатқа деген күшті аңсар ынта, ішкі өзіндік кедергілер мен келіссіздіктерді жою, арылу, саналы да жігерлі қозғалыс, батыл кірісу үштігінің бірлігінен көрінеді. Мотивация және өзіндік мотивация. Мотивация адамның іс-әрекетке итермелейтін барлық себептер жүйесі. Өзіндік мотивация адамның өз ішкі түрткісі мен сыртқы қысымымен әрекетке ұмтылу. Мотивтер және қажеттіліктер. Мотив дегеніміз не? Мотив адамның әрекетке итермелейтін ішкі түрткі, яғни қажеттілік қанағаттандыру жолындағы саналы мақсат. Мысалы, қажеттілік аштық болса, мотив тамақ табуға тырысу, әрекет аз әзірлеу немесе дүкенге бару. Мотив қажеттіліктің саналы түрде көрінісі табу. Қажеттілік дегеніміз, қажеттілік бұл адамның өмір сүру, даму және өзін жайлы сезіну үшін қажет нәрсеге деген ішкі мұқтаждығы. Оны Маслоу иерархиясы бойынша қажеттіліктер физиологиялық тамақ, су, ұйқы, қауіпсіздік, денсаулық, баспана, әлеуметтік, достық, махаббат, құрмет, бедел мойындалу, өзін өзі іске асыру, шығармашылық мақсатқа жету. Мотив түрлері, мотивацияны зерттеу әдістері. Мотивация түрлері ол ішкі мотивация, іштен туындайтын қызығушылық үшін оқу, жеке даму үшін спортпен айналысу, өзін көрсету, өзін дәлелдеу. Екінші, сыртқы мотивация, сыртқы факторлардан марапат алу, ақша, сыйлық, мақтау, жаза немесе ұялудан қашу, қоғамдық қысым немесе талап. Оң және теріс мотивация, адам еркін шабыттандырып, жігерлендіріп, белсенді етіп, үміткер етіп, қайтпас қайсар етіп, сомдаған мотивация оң мотивацияға деп аталады. Ал адам еркін салғырттандырып, енжар етіп, үмітсіз етіп, бос белбеу етіп, шегіншектеніп сомдаған мотивация теріс мотивация дәлелденді. Тұрақты және тұрақсыз мотивация. Мотивацияның
тұрақты және тұрақсыздығы, яғни адам әрекетінде ықпалының сақталуы, ұзақтығы, адамның ішкі ұстанымының бірлік әлсіздігіне, ниеттің шын жалғандығына, кедергілердің сипатына, ортаның жол қою дәрежесіне байланысты болады. Бесінші, жекелік және топтық мотивация. Жекелік ашығу мен шөлдеуден, тоңудан, сақтану, құтылу, азаптан құтылу тағы басқа үшін қажетті мотивациялар топтық ұрпақ өсіру, отбасылық, әлеуметтік, ұлттық мемлекеттік тұрмысқа мүмкіндік қарастыру, өзін тәуелді топтық отбасы, әлеует, ұлт, мемлекет тұрақтылығын сақтауға тырысу қатарлары. Мотивацияны зерттеу психологиясында бірінші ол сауалнама, анкета әдісі. Адамның ішкі уәжден мотивациясын білу үшін арнайы сұрақтар беріледі. Мысалы, оқу мотивациясы, еңбекке деген ынта, кәсіби қызығушылықтар. Мысалы, сауалнама, мотивациялық бейімділік шкаласы, оқу мотивация шкаласы. Оны Рейн бойынша. Екінші тест әдісі, мотивациялық бағытты анықтауға арналған психологиялық тесттер қолданылады. Мысалы, тест адамның бейсеналы уәжден зерттейді. Немовтың мотивациялық тесттері. Үшінші, Шилде Томас тесті ішкі және сыртқы мотивацияны анықтайды. Бақылау әдісі адамның нақты жағдайында әрекетті немесе мінез құлқын бақылау арқылы оның мотивациясын жанама түрде анықтау. Мысалы, мұғалім оқушының сабаққа деген белсенділігін бақылай отырып, оның ішкі немесе сыртқы мотивациясын болжай алады. Сұхбат интервью әдісі зерттеуші мен қатысушы арасында тікелей әңгіме жүргізу арқылы уәждері анықтау. Ашық сұрақтар арқылы адамның ішкі ойы, қалауы, мақсаты зерттелінеді. Құжаттарды талдау, адамның жазбаша жұмыстары, күнделіктері, эссе, өмірбаяны арқылы оның мақсаттары мен мотивтері анықталады. Эксперимент әдісі арнайы жағдайлар жасау арқылы адамның белгілі бір стимулға, түрткіге қалай жауап беретінін бақылау. Мысалы, оқушыларға марапат уәде етілсе және ештеңе уәде етілмесе, оларды тапсырмаға деген ынтасын салыстыру. Қосымша әдістер, социометрия, топ ішіндегі мотивациялық қарым-қатынастарды зерттеу, контент талдау, адамның мотивациялық бағыттарын, мәтінін ақпараттардан шығарып талдау. Жобалық әдістер адамның бейсаналы мотивтерін анықтау арқылы еркін суреттер салу. Аяқталмаған сөйлемдер әдісі. Мотивацияның зерттеу әдістері оқу тәрбие барысында қолданса, оқушы немесе студенттердің оқуға деген ынтасын, қызығушылығын және түрткілер жүйесін анықтау арқылы оның оқу жетістігін арттыруға жол ашуға болады. Қысқаша қорытынды кесте. Әдіс атауы, мақсаты, қолдану саласы. Әдіс атауы ол сауалнама, тест, бақылау, сұхбат, жобалар, әдістер, эксперимент. Мақсат оқу мотивациясын өлшеу, мотивация түрін анықтау, мінез құлық арқылы мотивацияны тану, оқушының жеке уәжін білу, жасырын мотивтерді анықтау, әдістердің мотивацияға әсерін тексеру, қолдану саласы. Сыныпта зерттеу жобаларында, психодиагностикада, сабақ барысында жеке әңгіме, кеңес беру, тәрбие сағаттары, арт-терапия, ғылыми зерттеу тәжірибелері. Назарларыңызға рахмет. Құрметті студенттер, сабағымыз бітті. Сау болыңыздар.